6 ақпан. Сұрыптау. Программалауда сұрыптау бұл қандай да бір массив элементтерін кему немесе өсу ретімен ауыстыру процесі. Сұрыптаудың негізгі мақсаты деректерді өңдеу кезінде сұрыпталған массивте қажетті элементтерді іздеуді жеңілдету. Сұрыптаудың екі түрі бар. Біріншісі кему реті бойынша сұрыптау. Мұнда келесі элемент алдыңғыдан үлкен емес. Мысалы 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Екінші өсу реті бойынша сұрыптау. Мұнда әрбір келесі элемент алдындағыдан кіші емес. Мысалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сұрыптау алгоритмдері төртке бөлінеді. Көбік, кірістіру, таңдау, жылдам. Көбік дегеніміз әр екі жұп элементті салыстырып шығады. Кірістіру дегеніміз массив элементтері реттелген және реттелмеген болып екіге бөлінеді. Реттелмеген бөлігіндегі элемент реттелген бөлігіне кірістіріп тексеру арқылы сұрыпталады. Таңдау массивтегі ең кіші элементті тауып, оны сұрыпталмаған элементтердің бірінші тұрғанымен ауыстырады. Жылдам дегеніміз массив элементтерінің арасынан тірек элемент таңдалады. Тірек элементтен кішілері сол жаққа, үлкендері оң жаққа реттеледі.